сәлем достар, сіздермен бірге мен мисс Айгерім. Бүгінгі бізде егіздер дегеннің екінші сериясы болады. Қазір елі өзгерді, кеуде өзгеріп кетті. Қазірде жұмыстары ауысты олар. Ойбай, таң атыпты, ой тұрайық. Бүгін анализге болып келген. Күйеуіме қашан айтсам екен? Бұйыртса адам. Курткамды киіп, сразу шығып қайтайын. Жасылды кисем бе екен, мынаны кисем бе екен? Жасылды кие берейін. Осы очень әдемі болып тұр. Жаным айтсам екен, бір жаққа кетіп барадым емес. Оған хотя бы таңғы ас дайындап кетейін. Және қайнады. Кешегі 9-дарда ғой, қазір 8 сағат 8-дерде кетейін. Жан дейм. Ау, не болды? Мен кетіп бара жатырмын. Қайда? Мен қазір жұмыстарым шығып тұр еді, сояққа барып келемін. Ну ладно, тамақ істеп кеттің ба? Я жұмыртқа қуырып кеттім, шай ішіп ал. Ай, жарайды, жақсы, мен киімді ауыстырайын ба? Так, келдім анализге. Так. Сәлеметсіз бе? Дәрігер қайда? Ау, газге дейін кете берейін. Жан, не болды? Бар жақсы. Ойбай, бәрін кейін сияқты. Сіз күтіп қалған жоқсыз ба? Жо. Онда сіз бірінші анализге түстіру керек, я? Я анализге келген. Жақсы, онда біз сізді тексереміз ішіңізді. Жақсы, олар сіз қуанышты хабар бар. Не болды? Сіз тоқтаймын, сіз егіз шықтысыз. Айналыңыз ауыр. Мәселеге кісім кеп жар деп жүрсем. Содан ғой. Ол сіздің ішіңізді тексердік. Өте қыз, 2 егіз. Ура, қуанқан болды. Егіздер күтіп жүреді. Қуанышыңыз. Так, курткамды киіп алдым. Жақсы, тұратын курткалар кимеңіз бала туғанша. Жақсы, сізге дәріңізді анаяқта 3-4 күн береді, 2 атын. Сіздің андай неңіз керек ба? Андай не зат еді? Андай жүктілікті көрсететін 2 знак. Я, конечно, керек. Все, келдім. Үйге жан кеткен шығар жұмысқа. Ерегеме андай бетіңіздерді тексереді, ауырғанады жасайды. Жанға енді өзі кейінде айтамын, түнде келеді. Қазір бірінші андай анализ балаға жақсы дәрдер. Бірақ осындай дәрі жесіңдер. Все. Енді балаға біз сүт ішеміз. Пайдалы тамақты жейтін боламыз. Тек сүт ішемін. Кешкерек. Так. Сүт, сосын каша жеймін. Все. Каша жейтін. Ой, жаным, жуып тастап тояды сонады. Все болды. Так, все, су кетті тұр. Жақсы, енді жаным тезінше күтейін. Сосын да киндер батырге ойдасайын. Сосын енді өсе. Турайын. Все болдым. Енді бұларды салайын. Су қайда кеткен.
берейін сюда. Салайын. Так, тауық еті. Мынысы тастайын. Так, енді бұларды так все араластырдым. Дайын болып қалды. Ендеше кешке дейін істемеді. Кешке дейін күту керек. Дәрі ішетінімде уақытым болыпты. Дәріні ішемін. Осы мынауға қайнайды. Оғандайы көрейін дейтін телевизорың жоқ. Может, телевизорге заказ беріп көремін. Телевизор технология мана. Біз телевизорге заказ берейін дедік. Шағын алтын. Солай. Дук. Ой, бұл киген сияқты ақшасын дайындайын. Қазір күтек тұрыңыз. Осы жүрім. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз мінекейін. Ішінде. Жақсы мінекейін. Жақсы заказ беріп тұрмыз. Все орналастырып болдым. Бір орналастыратын адам жоқ қой. Тамақтар ашып кетпесін, неге салып қояйын, жан кейінде шығарамын. Ерте жасап қойдым ғой тамақ. Жақсы телевизор көріп отырайын. Жақсы болды. Енді жасап тұр деп ойлаймын. Күшті жасап тұр екен. Еще кішкене үлкен екен. Осымен достар кеш болады. Ойбай, телевизор көрейін дегенше кеш батып кеттік. Қазір жаным келеді, тез тамаққа қосып берейін бе екен? Подарок қылып берейін бе екен? Может, подарок қылып беретін жаным? Подарок қылып берейін. Жаныма сыйлық дайындадым. Ішіне салып қойғаным жақсы болды. Енді жаным келді көрер. Біздің андай қасығы беріп жүрші деп айтамыз кезінде келеді. Асын шашып кетеді. Енді жаным звондайын. Ал, жан қашан келесің? Есіктің алдында тұрмас жер есікті. Ай. Жан? Жан, не? Айлығым түсті. Енді үйге жинай беру керек. Кір, мен саған күшті таңғы ұстамақ қойым. Кел отыр наққа. Неге өзің андай тамақтанды қылансың? Маған сондай болады деді, дәрігерге барып көрім. Bir жерің ауырды ма? Bir жерім ауырып тұр екен. Ішім ауырып тұр екен. Ана салмақ қосып алған ғой. Бәсе ішің кішкене шығыпты ғой. Сол ғой. Мен ақшаны апарып келейін. Наққа қояйын. Мен кейін ауыстырып кейін. Жан, отырып қойдың ба? Жақсы қасықты өзім ала салам. Қасық па? Қазір өзім ала салам. Бұл кім берді саған? Білмеймін, Жан, может, ашып көрсекші? Бұл кімнен екен? Сен әдейі істеп отырсың ба? Қасықты алып бер деп.
Жоқ, Жан. Мен олай істеген деп жүрген жоқпын. Мынау не жаңа дәрігерден алған ба? Иә, Жан, айттым ғой саған. Иә. Так, бұл кімнен екен? Так. Бірінші тамақ жеп ал, сосын істерсің. Қазір сол білшең берсе таяқ жейсің, ема? Ой, Жан, ол айтпа. Так, не екен бұның ішінде? Мә, Жан. Я, Жан, сен әке атанасың. Сен неге айтпағансың маған? Уақыты келгенде айтармын деген ғой. Мә, Жаным, кешір, саған ұрсып жатырмын. Бәсе, неге дәрігерге барып жүр десем, анализге барып жүрсің бе? Ой, Жаным, мына егіздер ғой, иә? Қыспал ма? Ертең киндер-партия жасаймыз, барлығын шақырып, сол кезінде айтатын боламын. Андай, не емес пе, киндер-партия сияқты сондай істейміз. Мә, Жан. Мә, қазір шылағым кеп тұр. Мә, 10 жылдың ішінде 2 егіз туған жақсы ғой. 10 жыл болды үйленгенімізге, 8 жыл ма? 8 жыл. Жаным, мен сен үшін қуанып тұрмын. Иә, бүгін қуанышты күн болды. Бәсе, неге сен күнде құсып жүр десем, иә, не знак. Күшті. Жан, кешір. Енді бұны не істейміз? Сақтық қойық па? Маяққа сақтық қойып, алтыншы. Иә, дұрыс. Мә, Жан, қуанып тұрмын сен үшін. Ура, мен әке айтаны. Иә. Достар, осымен бізде екінші сериясы да аяқталды. Осылай аяқталды, ал уже ертеңгісін айтсам қызық болмай қалатын шығар. Но ертеңгісін ертең көретін боламыз. Әрине, кешке шығарым да мүмкін, или ертең де шығарым мүмкін, көрем енді. Ал жақсы, осылай болды. В общем, енді сау болыңыздар. Үшінші сериясында көрсететін боламын.